Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін айранға айленген шелпек пісіреміз. Тегешімізге 2 жұмыртқа жарамыз. Көпіртеміз. Оған жарты литр айран құямыз. Енді 1 шай қасық тұз саламыз, без горки. 1 шай қасық қант саламыз, міне. Қасықпен беті тегіс көбірек алыңызға болады, тәтті қылсаңыз. Және 1 шай қасық, міне. Қасықпен беті тегіс ас соусы. Араластырамыз. Енді 2 ас қасық өсімдік майын қоямыз. Араластырамыз. Онда елегіштен өткізіп алдым. Бұнда бізе 650 грамм. 4 стақан біртіндеп қосамыз. Оның мөлшері құйылған айранның сұйық па, жоқ, әлде қою айран ба, соған байланысты болады. Нанымыз қатты болып кетпеу керек, аздап қолымызға жабысқақ болу керек, жабысатындай болу керек, жұмсақтығы. Егер де одан да көп қап-қатты беріштегі билеп жасаңыз, шелпегіңіз қап-қатты болып шығады. Міне 650 грамм онымыз жетпей қалды, онда тағы да біртіндеп кішкене қосамыз. Барлығы міне 750 грамм ұн болды. Салғаным. Қолға жабыспау үшін үстіне де астына да ұн сеуіп алайық. Қамыр кішкене мынандай жабысқақ қолға бассаңыз, жұмсақтығы мынандай. Кішкене қолға прилипает. Сонымен қамырымыз дайын. 800 граммдай ұн кетті. Енді оны тегештің астына 1,5 сағатқа қалдырып қоямыз. Нанымыз жарты сағаттай тұрды. Демалды. Ақырында қолмен жинап аламыз тақтайға. Тақтайға аздап ұн септік. Енді арғарада ұнмен жұмыс істейміз. Жабысы болса ақырында ұн себеміз. Нанды бірнеше бөлікке бөлеміз. Өсіп дөңгелектер дайындап аламыз. Енді нанды алып жаямыз. Бір жуандығы 5 мм ғып шелпек жаямыз. Мынандай шелпек жасаймыз. Ортасын тесуге де болады, теспек осылай қалпы пісіруға да болады. Тамада майды қыздырамыз. Өсімдік майы немесе мында өсімдік майы мен кулинарный жыр араласқан. Бутылкада для бауырсаков деген готовый май болады. Шелпек жасап алғаннан кейін олысын біраз кішкене қойыңыздар, кішкене көтерілсін, соусы бар. Одан кейін ертеп пісіре беруге болады. Майымыз қызған сияқты. Тестан саламыз, міне сразу бетіне көтерілді. Ендеше майымыз саламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Өсіп қызарғанша пісіреміз.
Енді келесі шелпек пісірамыз. Май кішкене уақыттан кейін таза пісірамыз. Май біраз қызысын. Шелпектеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.